Әрине енді көктем уақыты деген керемет қой. Өскеменде бізде сәуле жөнім айтады, Өскеменнің немересі, природасы жақсы ғой, табиғаты жақсы деп келгісі келетіндер бар ғой. Міне жолдың шеті, табиғат деген керемет тамашаға. Тамашада айтқан деген табиғат нетке тамаша дегендей. Табиғат өте тамаша. Демалып жүрген адамдар мына жақта міне қарбалас, біреу жұмыстан қайтып, біреу әйелін алып, біреу детсаттан баласын алып, біреу балаларын адамында апарып күнделікті асығыс өмір. Соныменен бір күніміз аман есен өтті деуге болады енді. Кешкі мезгіліне дейін ғой. Соныменен қыдырып қайтып келе жатырмыз. Керемет жақсы енді. Арасында да айтса айтқандай. Леногорск, Шемонаиха да осындай ғой. Табиғат дегенің керемет. Жап-жасыл. Өскеменогорск, Өскемен деп өссін деп қойған қалай екен ғой қазақша аудармасы. Әлгі газына шыдамай кетеміз енді, газ болған кезде де. Әйтпесе жаман емес енді. Негізі ақылықтардың жері бұл жерде заң бар ғой. Заң бар, қазақи жақсы деп айтамыз, бірақ біздің қазақидар орыстарға қарағанда барыз етіп кетеді, оны мойындағымыз келмейді. Орыс аталарымыздың жерлерінде қандай болсын шындық бар енді. Ал стримдегі отырғандар қалайсыздар, жақсысыздар ма, сәттілік тіледім.